Номері 9-шы жалпы білім беретін мектебінің кітапханашысы Кәрім Гүлнар Қаршығақызы шығармашыл кітапханашы 2021 қашықтықтан өткізілетін облыстық байқауына қатысуда. Негізгі мамандығы бастауыш сынып мұғалімі. 2019-20 оқу жылынан бастап аталған мектепте кітапхана меңгерушісі болып қызмет атқаруда. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей ақтабылар. Балалар, бұл өлең жолдары кімге тиесілі? Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс айтасыңдар. Ыбырай Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл толып отыр. Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай өңірінде дүниеге келеді. 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. 1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін 4 бастауыш мектеп ашылған кезде Ыбырай өзі сұранып Торғай мектебіне мұғалім болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл аралықта Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз үйінде оқытады. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне тағайындалады. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім беретін тұңғыш оқу орны болды. Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл бөледі. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастырады. Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай Алтынсарин 1881 жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебін ашады. Ақынның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, әдептілік, мейірімділік, табиғат. Ақын өз өлеңдерінде өмірдегі сарқылмайтын мол байлық білім екендігін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді. Ыбырай Алтынсарин «Кел балалар оқылық» атты өлеңінде жастарды оқуға шақырса, өнер білім бар жұрттар атты өлеңінде оқу, білім алудың мақсатын кеңінен сөз етеді. Өнер білім башыттар. Өнер білім башыттар, таспен сарай салғызды, ашыл қалы шендерден, көзіңді ашып жұмғанша, жыдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаның 1000 шақырым жөнелген күн жанында барғызды. Адамды құстай ұшырды, мас дейтін жұмысты. Отпен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, суздан сусыз ішірді, теңізде жүзі балықтай, бәрі дағы анықтай. Бізде беке жандылық, осыларға анықпай. Өте жақсы, отырамын. Ақынның өзен, жаз деген өлеңдері табиғат көріністерін суреттеуге арналған. Мұндай тұтас лирикалық, пейзаждық өлеңдер Ыбырайға дейінгі қазақ поэзиясында кездеспейді. Табиғат туралы өлеңдерінен кімдер біледі кәнеки, кім айтам дейді? Айта қойыңыз. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Өте жақсы, рахмет, отырамын. Ал балалар, ұнады ма сабақты бүгін? Алтынсарин туралы көптеген мәліметтер алдық, иә? Ең алғашқы ұстаз екен бізде. Ағартушы, фольклоршы, қазақ педагогы, дұрыс айтасыз. Не ашыпты екен?